сәлеметсіздер ме оқушылар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 33-ші сабақ «Қандай әсем әлем». Құндылығы қиянат жасамау, қасиеттері қоғам меншігін қамқорлау, кең пейілділік, қоршаған ортаны қорғау. Мақсаты оқушыларға қоршаған ортаның әсемдігін сақтаудың маңызын түсіндіре отырып, қиянат жасамау құндылығының мәнін ашу. Өзін-өзі тану пәнінің 5 ережесін еске түсірейік. Тәртіп, тыныштық, талап, тазалық, татулық. Сабақты бастамас бұрын жағымды көңіл-күйге келіп алайық. Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Көздеріңді жұмуларыңызды өтінемін. Елестетіп көріңіз. Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты. Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңызға нұрға бөленіп сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналады. Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы ізгі сөздер ғана айтады. Нұр көзімізге де жетті. Көзіміз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана көреді. Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды. Сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсініспей ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз. Олардың да жүрегі нұрға толсын. Осы нұр бүкіл әлемге, барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын. Ғаламның барлық түкпір-түкпіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: мен нұрлымын, нұр менің ішінде, мен нұрмын. Осындай нұр, махаббат және тыныштық күйінде отыра тұрыңыз. Енді осы нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Осындай әсем қалыпта сақтаңыз. Жаймен көзіңізді ашуға болады. Рахмет. Сабағымыздың дәйек сөзі: адамға тән бір жақсы қасиет өзін қоршаған әлемнің әсемдік сырларына үңілу, содан рухани нәр алу. Әл-Фараби. Әбу Насыр Әл-Фараби әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, логика, музыка зерттеушісі. Ал енді бірнеше сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: қоршаған әлемнің әсемдіктеріне нелерді жатқызуға болады? Екінші сұрақ: рухани нәр алу дегенді қалай түсінесіздер? Үшінші сұрақ: дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Мұғалімнің сыйы: қоршаған ортаны қорғау қиын емес.
Қоршаған ортаны қорғау қиын емес. Табиғатты өз үйіңдей көр. Сұрақтар. Бірінші сұрақ. Кейіпкердің жасаған іс-әрекетін дұрыс деп ойлайсыздар ма? Екінші сұрақ. Өздерің қоршаған әлемге деген сүйіспеншіліктеріңді қандай әрекеттермен көрсетіп жүрсіздер? Әңгімелеп беріңіздер. Үшінші сұрақ. Бейнебаяннан қандай ой түйдіңіздер? Табиғатты аялау әрбір адамның абыройлы да азаматтық парызы. Табиғатты сүйе білген, оны аялай білген адамның ары да, жаны да таза болады. Жасыл желекті ағаштарды, әсем гүлдерді, сайраған құстарды, жан-жануарларды қорғау өз қолымызда екенін ұмытпайық. Шығармашылық тапсырма. Табиғат дегенде көз алдарыңызға не елестейді? Көз алдарыңызға елестеген заттың суретін салыңыздар, немесе жазыңыздар. Топпен ән айту. Авторы Бота Бисенова, Туған жер. Бірге шырқайық. Армысың туған жерім, ауылым, жайлауы жазығандай. Құшақ жайып қарсалар бауырым, жайдары жаны жаздай. Туған жер топырағынан айналдым, жадымда мәңгі есімің. Мөп-мөлдір болағыңнан нәр алдым, ауылым ақ бесігім. Туған жер топырағынан айналдым, жадымда мәңгі есімің. Мөп-мөлдір болағыңнан нәр алдым, ауылым ақ бесігім. Армысың туған жер атамекен, өзіңнің жоқ қой теңің. Сағыныш сезіммен тартады екен, кіндік қан тамған жерің. Туған жер топырағынан айналдым, жадымда мәңгі есімің. Мөп-мөлдір болағыңнан нәр алдым, ауылым ақ бесігім. Туған жер топырағынан айналдым, жадымда мәңгі есімің. Мөп-мөлдір болағыңнан нәр алдым, ауылым ақ бесігім. Балалар, бір сәт көзімізді жұмып, бүгінгі сабақтан алған жақсы құндылықтарымызды, жақсы әсерлеріңізді, жақсы қасиеттеріңізді жүректеріңізге түйіп алыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.